Ең жауапты, ең негізгі болып табылатын сынып жетекшіге отбасы мен қоғам ең қымбат ертеңгі ұрпағының тағдырын тапсырады. Сондықтан да сынып жетекші қызметі аса жауапкершілікпен, үлкен ізденіспен атқарылатын міндет. Уақытпен бірге қарыштау үшін, үздіксіз өз-өзімді жетілдіріп, мақсатқа жету жолында ерінбей еңбек етіп келемін. Себебі бала бұл менің ой қиялым, ерік жігерім, менің шабытымнан сусындап өсетін тән. Қазіргі заман талабына сай, жас ұрпақтың бойына ұлттық игіліктерді сіңіру арқылы оларды жаһандану әлеміндегі жаңалыққа бейімдеуге, ой өрісі жан-жақты дамыған жеке тұлға етіп тәрбиелеуге бағыттап келемін. Әр оқушыға сенім арта біліп, жеке тұлға ретінде қалыптастыра отырып, тәрбие бағытындағы тасымыздың өрге домалағанын, болашаққа барар жолдың айқын екенін көремін. Жан-жақтан жиналған арман мақсаттары бір арнаға тоғысқан көшбасшы оқушыларды жаңа ортаға бейімдей отырып, саналы тәрбие мен сапалы білім берудегі негізгі бағыттарымды айқындадым. Ұлттық тәрбиенің өзектілігін бағамдай отырып, болашақ ұрпақтың керегіне жарар тәрбиенің темірқазығы деп ұстандым. Мен алғаш осы мектепке келген кезде қатты қорықтым, бірақ бұл қорқынышымды жеңуге сынып жетекші Балжан Амантайқызының үлесі зор. Себебі ол барлық сынып оқушыларын бір үйдің баласындай көріп, бізді біріктіріп, әрқашан алға итермеледі. Ол бізге мотивация берді. Өзі жанашыр, жүрегінде мейірімі бар адам, жүрегі мейірімді адам. Осындай ұстаздан сапалы білім және саналы тәрбие алып жатырғанымызға қатты қуаныштымыз.